Сәлем достар, егер сіздерде осындай қарайған банан болса, оны лақтыруға асықпаңыздар. Осы видеоны соңына дейін қарап, жеуге жарамай қалған бананнан өте жұмсақ және дәмді кекс пісіріп үйреніңіздер. Сонымен достар, ең алдымен ыдысқа 2 жұмыртқаны жарамыз. Одан кейін бөлме температурасында тұрған 90 грамм жұмсақ сары майдан қосамыз. Жаңағы бананымызды тазалап, одан 150 грамм саламыз. Және 100 грамм құмшекер қосып, барлығын бір келкі болғанға дейін блендермен араластырамыз. Ал қазір алдын ала еленген 200 грамм ұнның жартысын қосып, артынша 1,5 шай қасы қопсытқыштан салып, жақсылап араластырамыз. Соңында қалған 100 грамм ұнды да қосып, бір келкі болғанға дейін тағы араластырып аламыз. Мінекей достар, қараңыздар, соңында қамыр осындай қою болып шығады. Ал қазір кекс пісіретін формочкаларымызды дайындаймыз. Мен осындай қағаз формада пісіремін. Айтпақшы достар, осы құрамнан 9 немесе 10 кекс пісіруге болады. Енді қамырдан бір ас қасық толтырып алып, әрбір формочкаға салып шығамыз. Ал кекстеріміз одан әрі татты болу үшін мен қамыр ортасына шоколад салдым. Бұл міндетті емес достар, салмай қоюға да болады. Соңында шоколад үстінен тағы да бір ас қасық қамырдан салып, кекстерді алдын ала 180 градус қызып тұрған пеште шамамен 25-30 минуттай пісіреміз. Мінекей достар, кекстер дайын болды. Қамыры өте жұмсақ, үлпілдек болып шыққан. Қарайған бананды енді лақтырмай, одан осындай кекс пісіріңіздер. Дайын болған кекстің бетіне өз қалауларыңызша қант ұнтағын сеуіп шықсаңыздар болады. Достар, сіздерге бұл рецепт пайдалы болды деп сенемін. Менің каналыма қолдауларыңызды көрсетіп, видеоға лайк басып, арнаға тіркелулеріңізді сұраймын. Келіп жеткен Рамазан айы құтты болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет достар. Келесі кездескенше аман сау болайық.